барсай. Қаш аяла бар. Үстіне киінген боласың. Вообще телефон бермей деп тәуекеліне. Ne yaptın? Mama. Tevekilin kaşar. Koyayım çayın dışı. Otur енді ашындай. Мизаны. Өзі ішіп отыр, жеп отыр, және ішіп отыр. Осы қызды сурет үйірмесіне берем ойдым. Қазір берейін десем аппаратын ешкім жоқ. Күшті сурет салсын. Мына сурет қақсан қарап салма. Одан қарап салма. Классно. Қазір бере ойын десем дәл үйдің жанында мектепте сурет үйірмесі жоқ та. Оны апарып тасып жүретін ешкім де жоқ. Әрі әбетте сабақ. Тәуекел сатикке жұмысқа шалатсам, таяқамсы өзім тасып суретке биге бермесем, ана екеуін биге бермесем, ойбай, не деген көзқарас. Апты оны аяу мен. Камикош аялан шашын жинап беріп отыр. Мақұл, түсірмеймін. Достар, бізде кешкі ас, гречка. Бағана видео түсірмеймін үшін осындай подарка. Негізі тамикош. Мына екі қыз біздің үйде вообще ет жемейді. Тамикош қандай жейді? Сен немен істеймін тамақты? Арасында қамыр тамақ жеймін, осы жеймін. Етті ма? Мен ет тіземеймін өзім. Неге? Етті етпен қосып жеймін адам. Егер тамақтарым тауысып қойсаңдар не берем деп айттым? Барның. Мұның бітеліп тұр что-то. Бар не берем тамақтарын тауысып қойсам. Ас болсын. Рахмет. Сізге де ас болсын. Ана бағын қарасын. Анам көрсем ана. Бұл қасықтымыз жеп отыр. Тамикош. Нағыз қолымнан ұстап келетті да. Нара тамағымды басамыз ба деп жата қалыпты. Жүріп кеттік, дәрі ішеміз. Дәрі ішеміз, дәрі. Тамағым баспаймын. Бұл такси келеді қазір. Тұр, бұл терлеп отыр. Жүріп кеттік. Бұл тез жүр. Қайырлы таң, қайырлы күн. Менде мына ыдыстар жуылмады. Түнде мазам болмай мына газдың үсті де жуылмай қалды. Одан ыдыстар да жуылмай қалды. Ана бала да жылап кетті. Сонымен жаңа азында мына мен сүт ішкен қыздар ерте тұрып, одан жаңа шығып баратқанда дәрі бердім. Кішкене салқындап қалған сияқты екеуі де. Енді мына ыдыстар жуу керек, білмеймін қазір бұған үлгерем ба, үлгермеймін ба. Тәуекелде массажға жазып қойған, жаздырып сол массаж алуға баруымыз керек. Қазір бұйырса, өткенде рентген снимка түсірген болатынбыз. Вроде нормально жақсы деп шықты, бірақ сонда да 2 курс массаж алуымыз керек.
Сонымен осындай жағдай. Қазір мен бұған үлгермейтін сияқтымын, себебі 9:30-ға жазылып қойғанмын. Қазір енді тәуекелді жуындырып дайындап, сол массажға шығып кетуім керек. Сіздерде осылай ыдыстар жуылмай қалатын кездер бола ма? Осылай жағдай. Біз балам екеуміз массажға кеттік. Бетім бәрін қызартып жіберіпті, тырнап. Ондай алмаймыз. Тек массаж